Баршаңа сәлем. Бүгін біздің соңғы бөлім, 5-ші бөлім. Әлемдегі ядролық қарулар. Қанша ядролық қару бар? Бізде қазір 9 мемлекет, 12.187 оқ тұмсықтары бар, ядролық оқ тұмсықтары. Бұл деректер Сипри аналитикалық агенттігінен алдырылған. Бұл Сипри аналитикалық агенттігі ол дүние жүзіндегі қандай қару-жарақтарын санайды. Олар бүкіл ақпаратты ашық ақпараттардан алады, мысалы интернет, жаңалықтар және басқа бұқаралық ақпараттық агенттіктерден. Бұны қарасақ, 1986 жылы дүниеде 70.000 ядролық оқ тұмсық болды. Бүгінде олардың саны 2187. Бірақ қарулану жарысы қайтадан басталды, қазіргі геополитикалық жағдайға қарағанда. Енді келесі слайдтағы өтейік видеода. 70.000-нан 12.187-ге дейін жеткен, бірақ бұл ақпарат 2026 жылғы шілде айына сәйкес. Бұл инфографиканы қарағанда сіздер көресіңдер, қару-жарақ жарысы ресми түрде қайтадан басталады. Өйткені мысалы Қытай мен Ресей өте қатты өзінің ядролық қару-жарақтарын дамытып жатыр, және олардан қалыспау үшін Америка Құрама Штаттары да енді өздерінің ядролық қару-жарақтарын модернизациядан өтіп, қайтадан жаңа нұсқауларды істеп жатыр. Өйткені Американыкі ең бұрынғы ядролық қару-жарақтар. Әсіресе ракеталардың көбісі 60-шы жылдардан басталып, модернизация өтіп жатыр. Мысалы, Қытайдың немесе Ресейдікіне қарасақ, олардікі Америкаға қарағанша бәрі жаңалау. Қазір тағы жаңа СНВ-3 келісім шарттың мерзімі 2026 жылдан ақпан айында аяқталды, және оны алмастыратын ешқандай келісім жоқ. СНВ-3 ол договор о стратегических наступательных вооружениях 3 деген болған. Стратегиялық басқын қару-жарақтарды жою үшін немесе оны бір қалпыда ұстау үшін сондай келісім шарт болған. Онда СНВ-1, СНВ-2 болған, кейін Америка мен Ресей СНВ-3 жасаған. Бірақ қазіргі сол жағдайлармен, мысалы Украинадағы соғыс және басқа мәселелер бойынша, әсіресе Қытай қатты өзінің ядролық қару-жарақтарын көбейтіп жатыр, сол үшін бұл келісім шарт актуалды емес. Ал енді өзіміздің қанша ядролық қару-жарақтар бар мемлекеттерге өтейік. Қазір бізде 9-шы орын Солтүстік Корея. Оларда 60 оқ тұмсық, бірақ 60-қа жақын оқ тұмсық, бірақ 90-ға жететін материалдар, ядролық материалдар бар. Ол Солтүстік Корея 21-ші ғасырда ядролық сынақтар жүргізген жалғыз ел. Оның баллистикалық зымырандары Ресей, Қытай, Қазақстан, ақш аумағына жете алады. 2003 жылы ядролық қаруды таратпау туралы келісімге олар қол қойған жоқ, және одан бас тартты. Зарядтау қуаты, зарядтардың қуаты шамамен 10-нан 250 килотоннаға дейін көбінесе, бірақ мүмкін 250 килотоннадан да асатын шығар. Егер біз олардың арсеналдарын салыстырсақ, ол енді аз, бірақ 60 ядролық оқ тұмсық ол енді өте үлкен қуат. Келесі 8-ші орын ол Израиль. Бұл өте қызық мемлекет, өйткені оларда аналитиктер санау бойынша 90 оқ тұмсық бар секілді, бірақ олар ядролық қарудың бар екенін растамайды да жоққа шығармайды. Олар 1960 жылдардан бері ядролық түсініксіздік саясатын өткізеді. Ешбір маңызды мекеме қарудың бар екеніне күмәнданбайды.
Болжам боюнча Ерихон 3 зымырандары және авиа бомбалары бар оларда. Сол зымырандармен ядролук сокку берүү мүмкүн, мисалы, эгер Иран менен катты согуш болсо. Ядролук карууду таратпоо тууралуу келишимге кол койгон жок алар. Ал МАГАТЭ инспекциялары жүргүзүлгөн жок. МАГАТЭ — бул Международное агентство по атомной энергетике, халыкаралык атом энергетика тууралуу агенттиги. Улар мисалы атом электростанциялары бар мемлекеттерди бакылайт да, кийин сол мемлекеттер эгер ядролук карууду таратпоо тууралуу келисим шартка кол койсо, сол мемлекеттерде сондай инспекциялар жүргүзүлөт, мисалы ядролук карууду жасамоо үчүн. Келесі 7-чи орун бизде Пакистан. Оларда 170 октумсук бар. Арсеналы Үндүстанга караганда жылдан дамып келеді. Пакистан Үндүстандын маңайында, эгер эсиңизде сактасаңыз, эсиңе алсаңыз. Согуш алаңына арналган тактикалык ядролук каруу бар. Мен унутуп кетиптин тагы. Мисалы, мына Сипри агенттиги 12187 ядролук стратегиялык карууду санайт тек, бирок мемлекеттерде тагы тактикалык ядролук октумсуктары бар. Көбүнесе тактикалык октумсуктар өкүнүчкө карай әлі эсептелмейди. Өйткөнү олар көп. Мисалы, Ресейде кээ бир маалыметтер боюнча 70 000 тактикалык октумсуктары бар. Ал эми Пакистанга оралайык. Негизги тежөөчү фактор ол Үндүстан. Олардын Пакистандын зымырандары бул Гаури, Шахин, Абабил деген зымырандар бар. Бирок Пакистан менен Үндүстандын арасында чечилмеген аумактык дау бар эки ядролук каруу мемлекеттин. Өйткөнү ол Кашмир деген бир областы бар. Бир жер бар, сол кичкене буларга текетирестикка алып келеді. Ал енді Үндүстанга өтсек, оларда 190 октумсук. Бейбит убакытта алгач рет зымырандар орналаштырылды. Олардын зымырандары сол аскери, орусча айтканда, в боевом положении уже турган. Назар аударылады оларда Пакистандан Кытайга, өйткөнү Үндүстан менен Кытай келечекте бири-бири менен конкуренттер болатын секилди. Үндүстанда Агни 5 зымырандары бүкүл Кытайга жетеди. Үндүстандын доктринасы ядролук карууду биринчи колдонууга болмойт деп. Ол доктрина көп мемлекеттерде, бирок кээ бир мемлекеттер сол доктринасын өзгөртөдү. 5-чи орун бизде Улуу Британия. Оларда 225 октумсук. Октумсуктары көбүнесе Trident 2 баллистикалык зымырандарда. Ол зымырандар Vanguard класты сүңгүр кайыктар арсеналдын негизи болуп табылады. Кару-жарак лимиттин улгаюу тууралуу ресми түрдө жарыяланды. Өйткөнү олар енді сол өздөрүнүн кару-жарактарын модернизацияга өткүзөдү. Тагы Улуу Британияда Б-61 ядролук бомбаларынын тасымалдоочу F-35 учактарын сатып алады. Олар көбүнесе сол ядролук каруу Vanguard класты сүңгүр кайыктарда және авиа күчтөрү F-35 жеткизеді. Бирок мына жерде мына жагдай. Улуу Британияда Trident 2 зымырандары боюнча Улуу Британия АКШка төбөлдү. Өйткөнү Улуу Британияда ол континенталды баллистикалык зымырандар чыгарылмайды. Олар тек Америкада жасалынат. 4-чү орун Франция. Өтө эрекче мемлекет. Оларда 290 ядролук октумсук бар. Оларда Triumphant класты сүңгүр кайыктар арсеналдын 80% сонда бар. Оларда М-51 деген ракета бар. Зымыран, баллистикалык зымыран. Сонун бәрін Франция өз күшімен істеп, өз күшімен жасаған, ойлап табып. Оларда тағы авиациялық компонент бар. ASMP-A зымырандары. Ол зымырандар Францияның Рафаль
жойғыш ұшақтарында орналасады. Франция ақш пен натодан толығымен тәуелсіз. Өйткені олар ақш немесе НАТО мемлекеттеріне қарамай өздерінің ядролық қаруды өздері жасап шығарады. Және Евроодақтың жалғыз ядролық мемлекет. Ол Франция. Үшінші орынға өтсек, ол Қытай. Қытай қазір ядролық күштерін қатты нығайтып жатыр. Былай қарасақ, 2020 жылы оларда 350 оқтұмсық болған, бірақ қазіргі жағдайда 620-дай. Пентагонның 2030 жылға арналған болжамы бойынша Қытай 1000-нан астам оқтұмсықтарын жасайды. Қазір әлемдегі ешбір басқа ел ядролық арсеналын соншалықты тез арттырып жатқан жоқ. Енді 2030 жылдары геополитикалық жағдай мүлде қатты өзгереді. Өйткені егер қазір Ресей мен ақш-та көп ядролық қару болса, енді оларға Қытай да қосылады. Үшінші күш болып. Қазір Қытайда жүздеген жаңа зымыран шахталары құрастырылады. Оны спутник суреттері растайды. Қытайда жаңа зымырандар, жаңа оқтұмсықтар және гипер дыбысты әскери қару-жарақтары, зымырандар жасалынып жатыр. Олар әлемде ондай қару-жарақтардың көшбасшылардың бірі. Және ядролық доктринасы ресми түрде қайта қаралуда. Ядролық доктрина, енді мен айта кетейін, ол мысалы кейбір мемлекеттер, мысалы Үндістан сияқты, бірінші қолданбайды. Мысалы ядролық доктрина бойынша бұрынғы, егер Американы ғана алайық, Американың ядролық доктрина бойынша, егер оларға бір мемлекет ядролық соққы береді, сол кезде ғана олар жауап ретінде соққы береді. Бірақ қазіргі кезде немесе орысша айтқанда ответный удар болады, ол жауап ответі, және ответно встречный. Мысалы спутниктер, Ресейдегі зымырандар көп массовый нападение болған кезде спутниктер оны көреді да. Сөйтіп, сол кездері бірнеше минуттың арасында Америкадан басқа жауапты, ответный удар болуға ракеталар шығады. Бірақ былай қарасаңыз, по факту ол мысалы ядролық зымыранды өткізу үшін қаншама минуттар қажет. Президенттен бастап қарулы күштер министрлерде болады, және әскери базаларда қаншама этаптарын өтеді. Бірақ ол туралы мен кейінірек тағы бір видео істеймін, егер қызықты болса. Екінші орын дүниеде Америка құрама штаттары. Оларда 5044 оқтұмсық, әскери резервте 3700, жоғары дайындық режимінде 1700. Жоғары дайындық режимі ол мінекей осы 15-20 минуттың арасында ракета ұшуға дайын. Ал жою күтілуде 1344. Өйткені әрбір бұрынғы оқтұмсықтар, олардың сақтау мерзімдері бар. Кейін қарасақ, Америкада ең бұрынғы оқтұмсықтар сол Америкада. Кеңес одағы құлаған соң, Американың ядролық күштері де ақша бөлінбеген оларға. Кейін олар, мысалы, уран өнімдеу, переработка ураны десек, ол заводтар жабылған. Енді Америка сол заводтарды қайтадан ашуда. Енді осы жылы Пентакс деген завод, есімде жоқ қай жерде, Техаста ма, Оклахомада ма бір заводтары бар. Сол заводтар қайтадан
ядролук материалдарды чыгарып баштайды. Және октумсуктары модернизациядан өтөт. Кийин айта кетсек, мисалы мына сүрөттө Trident 2 баллистикалык зымыран, олар сүңгүөр кемелерде, на подводных лодках. Бул кемелер казыр модернизацияда. Ол Агая класснын сүңгүөр кайыктары. Агаяның ордуна Колумбия жаңа сүңгүөр кайыктар келет. Ал Колумбияга кийин бир 10-15 жылдан кийин жаңа ракета жасалып баштайт. Жаңа зымыран. Ал жердеги шахталарда ракеталары карасак, олардын Minuteman 3 ракеталары 60-жылдардан әле келе жатыр, бирок модернизациядан өтөдү. Бирок Minuteman'нын ордуна Sentinel баллистикалык зымыран жасалынып жатыр. Олар 2031-32 жылдары аскерий дежурствого, боевой дежурствого кирет. Так айта кетейин, оларда Америкада жаңа авиа зымырандары чыгарылууда. Өйткөнү мурунку сол зымырандары казыр тым мурунку. Мисалы карастырсак, Ресейдин мен тагы да айта кетейин, Ресей менен Кытайдын зымырандары Американын зымырандарына караганча жаңылоо. Ал энди биринчи орунга өтөйүк. Биринчи орун планетадагы эң үлкен арсенал, ол Ресей. 5580 октумсук. Жауынгерлик кызметте 1550. Аскерий резервте 2870. Жауынгерлик дайындык учуру алдындагы 2 минуттан аз. Жаңа СНВ-3 келисим шартынын мерзими 2026-жылдын акпан айында аякталган, бирок жаңа келисимге кол койгон жок Ресей менен АКШ. Ал эми ядролук каруу жарысына катысты негизги шектөөлөрдөн айрылды. Ресейдин ядролук аскерийлерине карасак, оларда казыр бир нече заманауи зымырандар және гипер дыбысты блоктор бар. Мисалы казыркы жаңа зымыран РС-28 Сармат, ол 200 тонна аса массасы және забрасываемый вес до 10 тонн дейт. 10 тоннага октумсуктарды алып кете алады. Және онун гипер дыбысты блогу бар, Авангард деген. Планирующий блок дейт. Енді қазақшасын ол сөздү айта алмайм. Бирок бул планирующий блокту казыркы противоракетная оборона дейт го. Система противоракетной обороны. Зымыранга каршы системалар оны уста алмайды. Енді тагы инфографикага карасак, мына ядролук мемлекеттер ядролук клубуна кирет. Ядролук клуб бул жай неформалдуу сөз. Канчама октумсуктары бар карастырылат. Енді жалпысына өтейик. Казыркы жагдайда тагы да корутунда 2187 октумсук дүйнөдө бар, бирок 40 жылдан аз убакыт бурун 80 000 октумсук болгон, бирок төмөндөө онун саны төмөндөбү ресми түрдө аякталды. Жаңа октумсуктар далерээк және заманауи болот. Сапасы кауіппен бірге артады. Қытай негізгі айнымалы, ол 2030 жылға қарай АКШ пен Ресей деңгейіне жетуі мүмкін. Мен олардың жететіндеріне сенемін, өйткені білесіздер, Қытай қазір көптеген нәрсені шығарады, қатты дамыған мемлекет күшін жинап жатыр. СНВ-3 келісімнің мерзімі 26 жылы аяқталды. Жаңа келісім шартсыз арсеналдарды тексеру мүмкін емес, бірақ мен ойлаймын, сол 2030 жылдардан бастап Қытай, Ресей және АКШ бір келісім шартқа келуі мүмкін. Өйткені қандай мықты күшті экономика болса да, мына ядролық оқтұмсықтарды
обслуживание жасау, муну модернизациядан өткөзүү бул өтө кыйын нерсе. Акчаны көп кажет этет және профессионалдар, адамдар, мамандар кажет. 2100ден астам қазір АКШ және Ресей оқтұмсықтары жоғары дайындықта. Олардың ұшыру уақыты кейбір кезде 2 минуттан да аз. Енді осылай. Баршаңа рахмет қарағаныңыз үшін.